Бұл Галапагос аралдарының болашақ маржандары. Көп ұзамай олар маржан рифтеріне айналады. Ұлттық парк және ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра сайты теңіз полиптерін өсірудің жаңа технологиясын сынақтан өткізуде. Мақсат аралдың нәзік су асты экожүйесін қалпына келтіру. Эль-Нино климаттық құбылыс архипелагындағы маржандардың толықтай жойылуына келді. Ол бірнеше жылда бір рет Галапагос суына жылу соққысымен құлады. Маржан өте маңызды. Олар мұхиттағы CO2-ні оттегіге айналдырады. Сонымен қатар олар бірнеше балық түрлеріне пана және питомник ретінде қызмет етеді. Галапагос рейнджерлері мен еріктілер маржандардың қай беттерге жақсы түсетінін анықтауға ниетті. Осыдан кейін олар табиғи ортаға отырғызылады. Бақылаулар Санта-Крус аралдарындағы шығанақты 2020 жылдан бері жүргізіліп келеді. Маржан өсірудің көмегімен Галапагос суларында жаңа тұрғындар пайда болды. Маржандар экожүйеге сондай-ақ туристік салаға көмектеседі, өйткені бұл балық омыртқасыздар, шаян тәрізділер секілді әртүрлі фаунаның мекені саналады. Галапагос аралдары экваторға жақын орналасқан және экваторға тиесілі болып келеді. Архипелаг өзінің бай флора мен фаунасымен әйгілі. Олардың көпшілігі әлі зерттелмеген эндемиктер. Ондаған жанартау аралдарынан тұрады. Олардың біріншісі шамамен 10 миллион жыл бұрын пайда болған. Ашық орманның фонында құстардың бейнесі көрінеді. Ливандық сән бренді киімдерінің безендіру үшін дәстүрлі кестелерді қолданады. Мұндай өрнектер шуфтан тігілген друз әйелдерінің қиялынан дүниеге келді. Дизайнер Салим Аззам осы аймақта туып өсті. Қазір туған жердің мәдени мұрасын сақтауға тырысуда. Ол үшін тігін шеберханасына тігіншілерді шақырған. Барлық жұмыс қолмен жасалады. Әйелдер тұрмыс құрып, балаларды дүниеге әкелді. Және бұл қолөнер олар үшін өзін-өзі танудың керемет тәсілі болды. Әрбір өмірлік оқиға үшін өз үлгілері бар, сондықтан үйлену көйлегі күнделікті киімнен өзгеше. Барлық мотивтер табиғат пен философиялық ойлардан шабыт алады. Кестелеудегі еңбек құнды саналады. Бұл кәсіп шаршатады, бірақ жұмыстың нәтижелерін көріп, оның қаржылы еңбекке тұрарлық екенін түсінесіз. Мәселен, бұл менің әжемді еске түсіреді. Дизайнердің анасы кесте тігушілерге қосылды. Көптеген друз әйелдер сияқты бұл қолөнерді ол жас кезінде игерген. Мен жасауымды дайындаған кезде кесте тігуді үйрендім. Бүгінде бәрі сақталған. Біз қолмен кестеледік. Көптеген кесте тігушілердің жұбайлары пандемия кезінде жұмысынан айырылған. Осылайша аталмыш қолөнер нәзік жандар үшін отбасын асыраудың бір тәсілі ретінде қалыптасты. Жұмысшылар бірнеше сағат бойы жұмыс істейді. Олар кесте медитацияға ұқсайды дейді. Яғни тыныштықты сақтауға және шыдамдылықты дамытуға көмектеседі. Таза ауа мен әсем жағалау қытайлық Сю үшін орындалмас армандай көрінді. Алайда ол Қытайдың оңтүстігіндегі Гуйлиндегі көпқабатты ғимараттың құрылысына ақша салуға тәуекел етті. Дегенмен бүгінде ол бұл ісіне өкініп отыр. Әйел 2019 жылдың басында баспана сатып алды. Содан кейін құрылысшы 1 шаршы метрге 6000 юань бағамен мүлік сатты. Бұл дегеніміз $750. Алдымен құрылыс қызу жүріп жатты. Бірақ 2020 жылдың маусымында компания заңсыз қаражат жинады деп айыпталып, барлық мүлік тәркіленді. Құрылыс тоқтап қалды. Мен көктен жерге құлағандай болдым. Бұл пәтерге отбасының барлық жинақтары салынды. Сю ұлына пәтер сатып алды. Ол үйленіп, Гуйлинде бизнес ашады деп үміттенген. Енді ұлы мен күйеуі онымен сөйлеспейді. Әйел жарты жылдан бері нашар көп қабатты үйде тұрады. Ішінде су құбыры да, газ да жоқ. Тек розеткалардың орнына жалаңаш қабырғалары мен тесіктер бар. Қытайдағы мұндай жаңа ғимараттар шіріген үйлер деп аталады. Бұл аяқталмаған кешенде шамамен 20 адам тұрады. Аулада қолдан дәретхана жасалды. Су сыртқа шығарылған құбырдан көшеде жиналады. Біз пәтер иелері мұнда киіммен шашымызды жуамыз. Ыстық суда, электр жарығы да жоқ болғандықтан біз жиналған суды күн сәулесімен жылынғанын күтеміз. Сосын шашымызды жуамыз. Барлық тұрғындардың тағдыры бір-біріне ұқсас. Мен мұның бәрін жинадым. Біз қарапайым фермерлер едік. Мен Гуйлинге пәтер сатып алу үшін келдім. Ал үй болса шіріп кетті. Осыған ұқсас жағдай бүкіл Қытайда дамуда. Жылжымайтын мүлікке сұраныс тез төмендейді. Пандемияға байланысты қытайлықтардың табысы төмендеді. Құрылыс салушылар құлдырайды немесе шығынға жобалардан бас тартады. Бұл ретте сатып алушылардың 90% құрылыс аяқталғанға дейін пәтер үшін қаражаттың бір бөлігін салады. Нәтижесінде олар ақшаны жоғалтады, дегенмен ипотека төлеуге міндеттеледі.
Ижевск мектебінде атыс құрбандарының саны қазірдің өзінде 17-ге жетті. Бұған дейін 15 адам қаза тапқаны туралы хабарланған болатын. Оның ішінде 11 оқушы, 3 мұғалім, 24 адам жарақат алды. Оның ішінде 22-сі бала. Көпшілігінде оқ жарақаттары, биіктіктен құлағаннан кейін аяқ қолын сындырғандар да бар. 3 оқушының жағдайы ауыр болды. Шабуыл дүйсенбі күні таңертең болды. Куәгерлердің айтуынша қарулы адам мектепке қара киіммен кірген. Ол 2 күзетшіні өлтіріп, жасөспірімді жарақаттаған. Содан кейін сабақ өтетін сыныпқа кірген. Онда ол балаларға оқ атуды бастады. Содан кейін басқа сыныптарға барды. Көптеген мұғалімдер есіктерді кілтпен жауып үлгерді. Кейбір кабинеттерде балалар есіктерге парталарымен тосқауыл қойған. Көп ұзамай полиция келді. Осыдан кейін шабуылдаушы өз-өзіне қол жұмсады. Ол 2 травматикалық тапаншамен қаруланған еді. Оның қалтасында құжаттар болған жоқ. Алайда қылмыскерлердің жеке басы тез анықталды. Бұл 34 жастағы Артем Казанцев осы мектептің түлегі болып шықты. Ол психикалық дертіне байланысты есепте тұрған. Шабуыл алдында ешқандай талап қойған жоқ. Тергеушілер ер адам нацистік идеологияны ұстанды деп болжайды. Шабуылшы өз-өзіне қол жұмсады. Қазіргі уақытта оның нацистік символизммен және балаклавамен қара көйлек кигені анықталды. Тергеу комитеті қайғылы оқиғаның барлық мән-жайларын анықтап жатыр. Шабуылдаушының үйінде тінту жүргізіледі. Осы уақытта Удмуртия билігі 29 қыркүйекке дейін аза тұту күндерін жариялады. Кубаға иен дауылы төнді. Оның қуаты 2-ші санатқа дейін өсті. Желдің жылдамдығы сағатына 150 шақырымға жетті. Дауыл аралдың батысында орналасқан және біртіндеп солтүстік батысқа қарай жылжуда. Табиғи құбылыс әсерінен жағалаудағы ауылдар зардап шегуі мүмкін. Билік жергілікті тұрғындарды эвакуациялауда. Дауыл жақындап келеді. Біз адамдарды құтқарамыз. Біз үйлерді аралап, қарттар мен балаларды алып кетеміз. Біз әрқашан қалаға барамыз, өйткені мұнда қатты су тасқыны болады. Біз заттарымызды алып қалаға барамыз. Біз бұған үйреніп қалдық. Кубада қатты желдер, нөсер жаңбыр, су тасқыны және дауыл толқындары күтіледі. Дауыл Мексика шығанағына қарай жылжиды. Оның жылы суларының үстінде ол 3-ші немесе 4-ші санатқа дейін артады. Желдің жылдамдығы сағатына 225 шақырымға дейін артуы мүмкін. Осыдан кейін Иен Флоридаға соққы береді. Онда адамдар қазірдің өзінде азық-түлік жинап жатыр. Мұнымен қатар су тасқынынан қорғану үшін үйлерді құммен қоршап жатыр. Тампа Флоридадағы 3-ші үлкен қала. 100 жыл бойы мұндай күштің табиғи апатына тап болмаған. Соңғы күшті дауыл кезінде мұнда бірнеше 100 мың адам өмір сүрді. Қазір 3 миллион жан тұрады. Көптеген ғимараттар дауыл мен су тасқынынан зардап шегуі мүмкін ойпатты жерлерде орналасқан. Флорида губернаторы тұрғындарды келе жатқан апат туралы ескертті және төтенше жағдай режимін енгізді. Ол сондай-ақ көмек көрсету үшін ұлттық ұланның 5000 әскерін жұмылдырды. Алюминий орамдарымен безендірілген жүк көлігі Венесуэла Колумбия шекарасын кесіп өтті. Көптеген жылдар ішінде алғаш рет екі ел арасында жүк тасымалы қайта жанданды. Колумбияның Кукута қаласы мен Венесуэланың Тачита штатына арасында үлкен шекара өткелі ашылды. Симон Боливар көпірін Колумбияның жаңа президенті Густаво Петро жаяу жүріп өтті. Тасымалдауды қайта бастау оның негізгі сайлау уәдесі болды. Бұл терең экономикалық дағдарыс жағдайында көптеген жылдар бойы тапшылықтан зардап шеккен венесуэлалықтар үшін жақсы жаңалық болды. Бұрын олардың көпшілігі екінші жағынан тапшы тауарларды сатып алу үшін осы өткізу пунктінен жаяу өткен болатын. Енді оларға колумбиялық дәретхана қағазы, жемістер, дәрі-дәрмектер, киім-кешек және басқа да тауарлар жеткізілетін болды. Алайда Петро өз еліне Венесуэладан тауарлар қажет дейді. Тауарлардың көп бөлігі Колумбиядан Венесуэлаға өтті, бірақ бізге олардың алюминийі болаты қажет. Екі экономикада интеграциялануы қажет. Тачира мен Норте де Сантандер арасындағы ерекше аймақ индустрияландыру алаңына айналу керек. Елдер арасындағы шекара 2219 шақырымға созылады. 2008 жылы екі жақты сауда көлемі 7 миллиард долларды құрайды. Кейінірек сол кездегі Венесуэланың бұрынғы президенті Уго Чавес Багото мен Вашингтон арасындағы әскери келісімге наразылық білдіріп, сауда қатынастарын тоқтатты. Сонымен бірге 2019 жылы Венесуэла Колумбиямен қарым-қатынасты толығымен үзді. Бұл Венесуэла оппозициясының белсенділері Колумбиядан гуманитарлық көмек көрсететін жүк көліктерін жіберуге тырысқаннан кейін болды. Мадуро үкіметі бұл төңкеріс әрекетін жабу деп мәлімдеді. Колумбия өз кезегінде Мадуроны колумбиялық бүлікші ұйымдар мен қылмыскерлерді жасырды деп айыптады. Енді солшыл президент Колумбияда билікке келді. Ол сонымен қатар екі астананың арасында рейстер қайта басталады деп уәде берді.
Дарт ғарыш кемесі астероидқа гиперсониялық жылдамдықпен сәтті құлады. Бұл эксперимент адамдардың жерді планетарлық соққыдан қорғаудың алғашқы әрекеті ретінде тарихқа енеді. Жобаны НАСАның американдық ғалымдары сондай-ақ қолданбалы физика зертханасы жасаған. Миссияның мақсаты ғарыш кемесі біздің планетамызды қауіптен қорғау үшін астероидтың ұшу жолын өзгерте алатындығын анықтау. Дарт борттық бейнекамерасы бар шағын аппарат. Ол өткен жылдың қараша айында іске қосылды. Қыркүйек айында зонд екі жерге жақын астероид Дидимге жақындады. Осыдан кейін ол диаметрі шамамен 170 метр болатын Диморф спутнигіне құлады. Адамдар бұл үшін бірнеше жылдар бойы жұмыс істеді, көптеген жағдайларда модельдеді. Команда 200 мыңнан астам сурет түсірді. Соңғы 10 айда біз барлық ұсақ түйектерді тексердік. Зондтың соққысымен кейінгі жарылысы итальяндық CubeSat'ты өте кішкентай спутникті алып тастады. Ол осы процесті бақылау үшін арнайы ғарышқа ұшырылды. Алдағы күндері ғалымдар суреттер алады. Эксперимент сәтті болды ма, қазан айында белгілі болады. Жердегі телескоптың көмегімен ғалымдар Диморфтың траекториясы өзгергенін тексереді. Спутникке соққы әлемдегі алғашқы жасанды метеориттік жаңбырды тудырады. Зерттеушілер бұл өте әлсіз болады деп уәде береді. Олар сонымен бірге эксперимент біздің планетамызға жаңа қауіп төндірмейді дейді. Жақын болашақта кішкентай астероидтар проблемаға айналуы мүмкін. Олар бүкіл планетаны жоя алмайды, бірақ бүкіл қаланы жоюға қабілетті.